Өміріңізде бір рет болсын Мысыр пирамидаларын кім соқты деген сұрақ қойған боларсыз. Сол уақыттағы құрылысшылар ма? Әлде бұл өзге ғаламшарлықтардың ісі ме? Бүгінгі роликте осы сұрақтың жауабын тауып көрейік. Он 18.000 ғаламтор. Мысырдағы Гиза үстіртіндегі пирамидасы Хеопс перғауын құрметіне 4,5 жыл бұрын салынған. Бұл әлемдегі ең танымал ғимараттардың бірі, және оның ауқымы әлі күнге дейін адамзатты таңқалдырады. Биіктігі 146 метр пирамида 2,5 миллионға жуық әктас пен гранит блоктарынан құралған. Олардың әрқайсысының салмағы 2 және 70 тоннаға дейін барады. Ғимарат өзінің дәлме-дәлдігімен қазіргі заманауи инженерлерді таңқалдыруда. Пирамиданың әр қабырғасы дүние тараптарына ең көп дегенде 0,5 градус ауытқумен орналасқан. Блоктардың дәлдікпен кесілгені соншалықты, олардың арасына тіпті қағаз парағы да өтпейді. Тастарды өңдеу үшін лазерді қолданғандай көрінеді. Алайда пирамидалар соғылған заманда тарих деректері бойынша тек ағаш пен мыстан жасалған құралдар ғана болды. Сонда ол дәуірде мұның бәрін адамдар қалай салды екен? Пирамидадан 800 километр қашықтықта орналасқан кен орындарынан қалайша миллиондаған блоктарды тасымалдады. Мысыр тарихын зерттеген ғалымдардың айтуынша, ежелгі мысырлықтар пирамидаларды салу барысында құмды үйінділерді, ағаш, шана және мыңдаған құрылысшыларды пайдаланған. Геродоттың пайымдауынша, пирамиданы соғу 20 жылға созылған, және 100 мыңға жуық жұмысшылар қатысқан. Егер мұны есептейтін болсақ, демек жұмысшылар әрбір блокты 2 минут сайын қалап отырған. Күніне 12 сағаттан демалыссыз жұмыс істеген. Пирамида ол тастардан жиналған жай ғана құрылыс емес. Бұл нағыз математикалық шедевр. Калькуляторы жоқ өркениет үшін биіктік пен табанның арақатынасының мұндай дәлдікпен санды көрсетуі ойға сыймайды. Пирамида солтүстікке дәл бағытталған, ал мұны тек терең астрономиялық білім арқылы ғана жүзеге асыруға болады. Ішкі өткелдер мен камераларда жоғары дәлдікпен жасалғаны соншалықты, тіпті бұған сену өте қиын. Мысалы, патшаның камерасы гранит блоктарынан тұрады. Олардың беті тегіс жылтыратылғаны соншалықты, тіпті қазіргі техникамен өңделгендей әсер қалдырады. Зерттеушілер пирамида құрылыс барысында ара мен бұрғының пайдаланған іздерін тауып алды. Бірақ мыс сол заманда Мысырда кеңінен тараған құрал болды. Ал тас пен блоктарды кесу үшін ол тым жұмсақ, сол үшін бұл еш мүмкін емес. Бәлкім мысырлықтарда уақыт өте жоғалған ежелгі технологиялар болған шығар. Пирамидалардың қасында орналасқан тағы да таңғаларлық жұмбақ құрылыс ол сфинкс. Бұл ұзындығы 73 метр болған мүсін бүтін әктас блоктан ойып жасалған. Көпшілік мұны фараон Хафраның бейнесі деп санайды, және оның бетіндегі эрозия жел мен құмнан емес судан пайда болған. Бұл өте қызық. Себебі Гиза шөлі мыңдаған жылдар бойы қатты жаңбырды ешқашан көрмеген. Роберт Шох есімді геологтың пайымдауынша, сфинкстің жасы әлде қайда үлкен болуы мүмкін. Оны осыдан 10 мың жыл бұрын Мысыр ылғалды жер болып тұрғанда жасаған. Егер бұл рас болса, онда сфинкс және пирамидалар ежелгі адамдардың емес, олардан да ертерек өмір сүрген тарихқа беймәлім өркениеттің ісі. Ал ол өркениет адамдары кім болған? Неге тарихта көбірек із қалдырмаған? Бұл сұрақтар ғалымдар арасында альтернативті теорияларды тудырады. Мысалы, жер бетінен жойылып кеткен өркениет. Грэм Хэнкок атты ғалымның айтуынша, Гиза пирамидалары жаһандық катаклизмге дейінгі, яғни соңғы мұздық кезеңнің соңында шамамен 12 мың жыл бұрын жоғары дамыған мәдениет мұрасы болуы мүмкін. Осы катаклизмдерден тірі қалған адамдар кейінгі Мысыр елінің халқына жартылай болса да қалған білімдерімен бөліскен. Пирамидалар жайында тағы да басқа ой пікірлер бар. Мысалы, мұндай қиын ғимараттарда адамзат салуы мүмкін емес. Оны өзге ғаламшарлықтар соққан. Ежелгі адамдар лашықта тұрып, найзалармен жүгіріп жүріп, кенеттен аяқ асты планетаның әр бөлігінде тастардан алып пирамидаларды соғып кетті ме? Ал пирамидалар тек Мысырда ғана емес, Америкадағы, Үндістер мен Қытай жерлерінде де табылған. Оған қоса Америка жерінде стандарттан тыс формадағы бас сүйектер табылды. Мұны не үндістер өздері әдейі деформациялаған, немесе өзге ғаламшарлықтар адамдарға ұқсауға тырысып жасаған. Сондай-ақ Мысыр перғауындардың бас киімдері мұндай пішінде жайдан жай болмаған болар.
Ал ғалымдар әлі күнге дейін пирамидаларды ежелгі адамдар қалай жасағанын дәлелдеуге тырысып жүр. Адамдар мұндай құрылысты жасай алмайды. Кейбір деректер бойынша пирамиданы алып адамдар салуға көмектескен дейді. Әлеуметтік желіде олардың суреттері көп тараған. Бірақ бүгінгі таңда жасанды интеллекттің қолжетімді болғанына байланысты бұл сурет пен видеолардың шынайылығында күмән бар. Тағы бір теория бойынша Гиза үстірті басқа планетадан келген космодром. Бізге белгісіз гуманоидтардың жұлдызаралық сапарларына арналған аялдама базасы. Ал ежелгі мысырлықтар бұл бөгде тіршілік иелерінің құрылыстарын өздерінің діни ғұрыптық қажеттіліктеріне бейімдеп алған. Бұл жерде тіпті өлімнен кейінгі өмірге деген сенімде басқа жұлдыздарға баратын мәңгілік сапар сияқты. Көптеген астрологтар Гиза пирамидалары жұлдыздар картасының белгілі бір бөлігінен бағытталғанына күмәнданбайды. Айтуларынша пирамиданың жазықтары таңғаларлық дәлдікпен төрт жаққа орналастырылған. Ал пирамиданың төменгі бөлігіне апаратын дәліздің еңісі ежелгі уақытта темір қазық жұлдызын бақылауға болатын бұрышына тең. Осыдан пирамидалардың ежелгі обсерваториялары мен ғылыми зертханалары екендігі туралы гипотеза туындайды. Олардан діни қызметкерлер жұлдызды аспанды бақылаған. Тағы бір қызықты нұсқа ол геометриялық фигураның физикалық параметрлеріне негізделген. Үлкен масштабта жасалған көп бұрышты конус жер мен ғарыш энергиясын тартады және емдік күштің аккумуляторы ретінде қызмет етеді. Ол өлген фараондар жатқан камераларға беріледі. Осылайша бұл дүниелік пен өлімнен кейінгі әлемдердің байланысы жүзеге асады. Сонымен қатар пирамиданың жанында тұрған тірі адамдар да ғарыштан түскен энергияның бір бөлігін ала алады. Бірақ бұл гипотезалардың бәрін заманауи ғалымдар жаңадан жасаған зерттеулер арқылы жоққа шығаруда. Ғалымдар пирамидаларды салған адамдардың тұрақтары мен зираттарын тапты. Жұмысшылар Геродот болжағандай құл болмаған және мыңдап қырылмаған. Керісінше олар жақсы тамақтанып, сапалы медициналық көмек алып, яғни сол кездер үшін өте жақсы өмір сүрген. Олар тас карьерлерінде және құрылыс нысандарында вахталық әдіспен жұмыс істеген. Бұл еңбектің қазіргі санитарлық нормалары туралы түсініктерге толық сәйкес келеді. Әрине, мұндай күрделі ауыр еңбекті талап ететін құрылыс үшін дені сау және білікті жұмысшылар қажет. Ал құрылысшылардың еңбек құралдарына келсек, олар тек қана мысты ғана емес, қоладан жасалған материалдарды да қолданған. Анығырақ айтқанда, күші ала құрамды қола, оны құралдардың мықты болуы үшін қолданған. Осылайша мысырлықтар тастарды, блоктарды тесу және кесу жұмыстарын жүзеге асырған. Бұл құралдарды тіпті қару ретінде де пайдаланған. Оған қоса Мысырда ғалымдар мерер күнделік папирусын тапқан. Онда құрылысшылар Нил өзенінен ары орналасқан кен орнынан тастарды кемелер мен пирамидаларға тасыған. Бірақ бұл теория әлеуметтік желіде кеңінен талқыланып жоққа шығарылуда. Ол папируста нақты пирамидалардың құрылысы мен блоктарды тасу туралы жазылғаны екіталай деседі. Сонда да адамдардың мұндай ауыр блоктарды қалайша көтеріп пирамиданы соққаны туралы сұрақ заманауи адамдар үшін ашық күйде қалуда. Бұл сұраққа ғалымдардың жаңа зерттеулер арқылы жауабы бар. Хеопс пирамидасындағы блоктардың көбісі адамдар ойлайтындай соншалықты ауыр емес. Блоктардың орташа өлшемі шамамен 2,5 метр, ал салмағы 2 немесе 2,5 тонна. Тек кейбір конструкцияларда ғана 70-80 тоннаға дейін ауыр элементтер кездеседі. Және блоктардың массасы төменнен жоғары қарай жеңілдей береді. Яғни әрбір блоктардың қатары биіктеген сайын үстіңгілерінің салмағы аз болады. Шамамен 1 тоннадан кем. Ал ауыр блоктар пирамиданың ең астында орналасқан. Блоктарды сырғымалы табан арқылы көтеріп жылжытқан. Оған қоса ғалымдар мұны шын өмірде қайталап көрді. Қолдан сырғымалы табан жасап 2,5 тонна тастарды арқанға орап 15 шақты адам тартып жылжыта алды. Экспериментте қатысқан адамдар кәсіпқой спортшылар емес. Орта денелі қарапайым кісілер, тіпті арасында қыздар да бар. Ұзындығы 4 метрден асатын мұндай сырғымалы табандар Мысыр елінде археологиялық қазба жұмыстары барысында көп табылды және олар қазір мұражайларда тұр. Сонда мұның бәрін мысырлықтар құмның үстімен тасыған ба? Бұл өте ыңғайсыз ғой деген елдер арасында сұрақтар туындаған. Алайда ғалымдардың зерттеуі бойынша мысырлықтар 4000 жыл бұрын тастарды қолданып, құрылысқа және адамдар жүргенге ыңғайлап жолды да сала білген. Осы жолдарды пайдаланып тастарды пирамидаға алып барған. Пирамидаларда табылған бастарында домалақ қалпақтары бар адамдардың суреті көпшіліктің ойынша сол заманда қазіргі технологиялар болған деген ойға итермеледі.
Өзге ғаламдықтар қазіргі космонавттар киетін дулығаны киіп, ежелгі мысырлықтарға келген деген ой пікірлер тарады. Бірақ ғалымдар мұны жай ғана сол замандағы дәстүрлі бас киім киген бақсылар дейді. Себебі көптеген суреттерде елдер космонавтқа ұқсатқан адамдардың жалаң аяқ тұрғандары көрінеді. Бұдан басқа тағы да пирамидаларда тікұшақтың және танктың суреттері бүкіл әлемге тараған. Мұны да адамдар сол ежелгі заманда жоғалып кеткен қазіргі технологиялар деп түсінді. Алайда ғалымдар мұны да жоққа шығарды. Мысырдағы әрбір патша пирамида қабырғаларында түрлі жазулар қалдырған. Мысалы, бір патша өмірінің соңына дейін үлгіргенше жазулар қалдырса, сосын оның ұлы таққа келіп, ол жазуларды барынша өшіріп, үстінен жаңадан жаза бастайды. Арадан мыңдаған жылдар өткен соң жазулар ескіріп, өшіп түсе бастайды. Ақыр соңы әр уақытта жазылған жазулар қабат-қабат болып, бірінің артынан бірі көріне бастайды. Соның салдарынан осындай бейне мүсін пайда болады. Әрине, мұны тек ғалымдар немесе ежелгі мысырлықтар ғана түсінуі мүмкін. Ал заманауи адам тек өзінің заманында көрген дүниесімен шектелген соң, осындай бейнелерді көре бастайды. Немесе көргісі келген нәрсені көреді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде...